Сәлеметсіздер ме, түлектер? Бізде бүгін қонақта менің кезекті оқушым Дана. Дана, өзіңізді таныстырып кетесіз? Қай қаладан боласыз? Қай мектепте оқисыз? Мектепте оқисыз? Менің есімім Дана, мен Тараз қаласынамын. Номер 39 мектеп Иван Панфилов атындағы мектепте оқимын. Апайдың каналын ютубтан таптым. Ютуб арқылы. И өзіңіз деп таптыңыз ба, әлде біреу айтты ма? Дана, осындай курс бар екен, давай көру жер, там талқылайық инглиш деп аталады, давай көру жер деп айтты ма біреу, или өзіңіз там, давай мен көрейін, ағылшын оқы деп тердіңіз ба? Қалай болды? Өзім таптым, там ағылшыннан контенттер іздедім да, БУТ-ға дайындалатын, там каналдарды іздедім, қазақшасын іздедім. Потому что қазақша аз екен да, и сіздің каналыңызға таптым, сосын сізге жаздым, сол каналдан видеоларыңызды қарадым. Там түлектермен сұхбат. Сабақтарыңыз өтті, маған комплекс сабжект деген тема бар ғой. Сол видеодан мен сізді көрдім, сосын ұнатып қалдым, сабақ методикаңыз солар ұнатты. Ары қарай тағы да басқа видеоларыңызды көрдім, нұсқа талдаулар. И солай, в общем, осындасыз қазір. И сіз сол түлекпен сұхбатты көріп, осылай түлекпен сұхбатқа өзіңіз келіп отырсыз. Қалай, вообще, қандай чувство? Білмеймін, бір жағынан ойлаған жоқпын, бұлай сұхбат алады деп басында. Главное, сіздің сабаққа қатысып, там грамматиканы жақсылап меңгеріп алу болды, бұлай. Ойлаған жоқпын. Иә, ойлаған жоқпын. Мақсатым сізге келген. Иә. Ну, то есть просто неге осы сұхбаттасыз? Өйткені сіз өте жақсы нәтиже көрсете білдіңіз. Сабақтың барлығына кіріп, всегда белсенді болып отырасыз, сұрақ болса айтасыз. Сөйтіп, в общем, до, после қалай болды сізде? До қандай болды ағылшынға курсқа дейін, и после қанша балл алдыңыз? До менде басында грамматикадан қателіктер кетіп, кішкене түсінбей жүрген тақырыптар болды, геруынди соларды. Басында 18-20-ға там әзер жетіп, солардың аралығында алып жүрдім да. Сосын сіздің нұсқа талдауларыңызды көріп, соларды грамматикамен видеоларыңызды көріп, сосын қостым 35 болды, 27 болды, сөйтіп көтеріліп 39 болды ең соңғысында. Молодец, Дана. Прогрессив болсын айт, молодец. Алдағы там ұбт-да 35 минимум алам деп отыр. Там көтеріп. Әрине, одан да жоғары, надеюсь. 35 минимум деп мен де күтіп отырмын, әрине. Өйткені барынша жұмыс жасағаннан кейін, только уайымдамаңыз, қорықпаңыз, точно 35 аласыз. Потому что бүкіл сізде фундаменттің бәрі бар, иә? То есть точно мен өзімнің білмеймін, сіздің біліміңізге точно сендім, себебі мен сабақ бердім сізге, сіз айтып отырдыңыз, бәрін түсініп отырдыңыз, так что 100% уверена. Только қорықпаңыз, иә? Бәрін білесіз. И все. Молодец, өте жақсы. Дана, окей. Тағы айтатыныз бар ма? Айта берсеңіз болады. Так, тағы түлектерге кеңес бергім келеді. Сіздің осы курсыңыз арқылы сосын мен бір өзіме напарница тауып алдым. Сіздің курсыңыздан группадан бір қызды. Сосын сол қызбен дайындала бастадым. Сол да көмектесті деп ойлаймын. Так, кім ол? Алтын. Алтын екеуміз подруги. Почти. Ну, напарница. Окей, өте жақсы. Бірге дайындалып жатсыздар. Иә, курстың бір пайдасы сол да. Өзіңнен адам тауып, кішкене қызық болып, содан білмеген жерлерін сұрап, группамен оққан негізі қызық екен мен үшін. Группамен кішкене түсінбеген темаларың болады. Сен ойламаған сұрақты басқа адам ойлайды да, мысалы. И как бы несін. Молодец. Өте жақсы, мен өзім енді біліп отырмын, шынымды айтсам. Алтын айтқан жоқ просто. Алтын айда сұхбат болды, бірақ ол айтқан жоқ. Молодец, өте жақсы. Қуаныштымын. Осылай тауып бірімізге подруга болғаныңыз үшін. Өте жақсы, молодец. Бүкіл возможностьін пайдаланып жатсыз. Так, да, сізге сұрақ. Сізге айттыңыз, зашел деп, видеоны айттыңыз, прям зашло деп, комплекс object, қателеспесем, VOV деген. Сіз айттыңыз, мне кажется, зашло. Окей, өте қуаныштымын. Оған дейін басқа да видеолар көрдіңіз ғой, 100%, да. Айту керек, қазақша контент аз болғанмен, бірақ олар бар. То есть, басқалар да бар. Минимум дегенде 5 канал, 5 емес, даже одан да көп 5 каналдар бар. Қалай
именно осы канал қалай сене алдыңыз? Онлайн ғой, кейбіреу ойлайды да, типа алдап кетеді, ақша салсақ бітті, ақшамыз аумен кетеді. Қалай сендіңіз, қалай таптың, именно осы деп таптыңыз басқа курстардың арасында? Я басында ойланасың, андай сенесің, кішкене сенім арту үшін видеоларыңызды қарадым да, и оны оқушыларыңмен сұхбат деген бар ғой, түлектермен сұхбат деген. Сол видеоңызды көрдім, 3-4 оқушыныкін көрдім. Типа солардың рекомендациясын тыңдадым, сіздің айтқан сабақтарыңызды көріп ойлайсың ғой енді, білмеймін, вроде нормально, олар да біз сияқты оқушылар. Сосын сене бастадым, сосын сізге жаздым ғой, комментарийға жаздым. Сіздің номеріңізді алдым да, YouTube каналыңыздан, сосын сізге жазып бастадым. Білмеймін, қалай екенін әйтеуір сендім. Сразу, короче, түріне қарайсыз, все, осыған сенемін. Я, кейбір адамдарға реально сенуге болады да, уже сабақтардан қарайсыз да, уже сене бересің реально, ше. Кейбіреулеріне шамалы сомнение болады. Ну, әркімде әртүрлі ғой просто. Өте жақсы, Дана. Дана, сізде деңгей қандай болды келгенге дейін? Ағылшын деңгейіңіз примерно? Деңгей менде pre-intermediate болды. Примерно сондай болды. Молодец, Дана, өте жақсы. Так, сосын онлайн курс жақсы ба, сізге офлайн ба вообще? Офлайн курстарға барып көрдіңіз ба, ағылшыннан вообще в целом? Офлайн ба, жазда барған едім офлайн курстарға. Там үй жақтағы бір курсқа барған болатын, оған негізі екеуі де жақсы деп айта аламын, есе алыс болмаса, офлайн алыс болса жаман да, ал есе жақсы болса нормально. Просто кейбір ауылдарда офлайн курс жоқ. Мысалға, менде қатысып жатқандар оқушылар бар, IELTS-қа қатысатын, ұбт-ға, деңгейді арттыру, в общем, әртүрлі ғой курста, солардың қатысатын оқушы бар. Помню, біреу Маңғыстаудан бір ауылдары, даже вообще курс жоқ дейді да, мұғалімдеріміз білімдері кішкене төмендеу, сұраққа жауап бере алмай қалады. Ну, сондай нәрселер де бар да, әртүрлі ауылдан. Соларға өте жақсы деп ойлаймын, мне кажется, самый удобный тәсіл. Офлайн курсын, онлайн курсын бір пользасы, типа, любой уақытта там болады да, кіруге, зуммен. Я. Да, сіз басқа курстарға қатысыз ба вообще в целом? Атын айтпасаңыз болады? ұбт-дан дайындау курсына қатысам, я. Общий пәндер бойынша. Все, түсіндім. Ол жақта қалай? Zoom арқылы? Вообще? Жоқ, там барып келіп оқимын, сосын сразу сіздің табақ. Офлайн. Түсінікті. Ағылшын бар ғой оның ішінде? Я, бар. Қалай? Форматы? Атын айтпай қойсаңыз болады, просто форматы қалай вообще сабақ өткен кезде? Мысалға бізде Zoom арқылы өтеміз, бір сабақты оқып келесіздер, дайындалып аласыздар, шамалы видеолар қарап, сразу түсініп аласыз, конспект жазып алса, келесіздер, біз талқылаймыз, мысалға жаттығулар жасаймыз, сұрақ қоясыздар. Ал ол жақта қалай? Ол жақта бізде кітап бар, кітаппен өтеміз сабақтарды, потом интерактивный доска бар ғой, кейбір тақырыптарды солармен өтеміз, тоже практика болады, тесттер болады. И түсінбей қалған теманы апайдан сұрап, көмек сұраймыз кейде. Окей. Так, енді айтсаңыз болады. Қорықпаңыз деп па, ешкім қарап тұрған жоқ. Қалай вообще? Қай формат сізге ыңғайлырақ? Қайсынан прогресс жақсы көрсете аламын деп ойлайсыз? Негізі сіздің курсыңыз 2 айлық қой. Там сол кезде бүкіл грамматиканы қамтисыз да. Ал ана курста біз жайлап біртіндеп бір тақырыпты солай өтеміз. Сіздің курсқа мен январскийдан там тез грамматиканы оқып алып, басқа бейіндік пәндерге там өзімнің назарымды бөлейін деп, сол сіздің курсқа қатыстым, тезірек түсінейін деп, мысалы, 1 жыл өтетін тақырыпты сіз 2 айда түсіндіріп бересіз да. Ал ана қосымшаларда по плану өтеміз, мысалы. 1 жылда өтесіздер? 1 жылда дегенде енді. Просто менде басында, менде енді сабақ беріп бастаған кезде бұтыға офлайн курсты жүргіздім ғой, басқа бір орталықтарда жұмыс жасадым. Өзімде осындай курс болған жоқ ол кезде. Менде просто андай опыт жинау деген сияқты ойлы, оқушылармен жұмыс жасау, қалай оңай түсіндірсем екен деген сияқты нәрселер болды да. Басында офлайн курс 1 жыл сабақ бердім, осы онлайнға көшпестен бұрын. Сол кезде бізде план, дәл сол сияқты 1 жылда өтетін едік, осылай созып жаймен. Бірақ сол нәрсені сосын ойладым, блин, неге осы нәрсені тезірек жасамасқа деген сияқты. То есть неге тез-тез осылай жасап тастамасқа, адамдарды басқа сабақтары бар ғой, и так қиын, мысалы география тыңдайтын ба, ДЖТ, дүниежүзі тарихы бар, қанша нәрсе жасайсыздар ғой. Олардың өзі қиын ғой, например, да. Тарихтың өзі бір қаншама, қанша сыныптар өтесіздер, қанша жерден келеді. Сосын мен айттым, ойладым, осыны неге тез-тез оп-оңай 2 айда бітіріп тастамасқа деген сияқты. Сөйтіп ойлап тапқан
өзімнің индивидуальный методикамен барлығы оңай болсын қалғандарына деп. Мен ойлаймын, то, что сіздің осы тез тақырыптарды өтуіңіз арқылы там мен меңгердім да, и өзімнің курсыммен қайталап ары қарай одан сайын дамытып, практика істеп, сіздің видеоларыңызбен сөйтіп 45-ін аламын ба деп отырмын. Конечно. Молодец. Конечно, why not? Дұрыс айтасыз. Бәрі возможно, да? Барлығы возможно. Молодец, Дана. Да, Құдай қаласа, бәрі возможно. Так, енді сізге айтыңыз, қайсысы ыңғайлырақ? Зуммен өткен сабақта, немесе тікелей эфирда, ютубта? Білмедім. Екеуі де бірдей секілді. Зуммен өткенде де там апаймен напрямую связьда боласың да, и сұрақ қойып отырасың. Ал бірақ тікелей эфирде комментарий сияқты қылып қалдырасың да. Сол үшін зум нормально. Тезірек жауап бересіз, сразу сұрақ болса сіз қойып тастайсыз. Мысалға, жаттығулар орындаған кезде, кстати, жаттығулар орындаған кезде өте тиімді. Өткен жаттығулар орында жатасыздар, кезек-кезек оқисыздар ғой, мысалға, нұсқа талдауда ана жақта мысалға комментарий күтіп отырасың ғой, бірнеше секундтан кейін келеді. Еще ол түсінді ма, түсінбей, айта салды ма сей деп, түсініп айтты ма сей деп, түсінбейсің ғой, иә? Просто жаза салуы мүмкін ғой, давай осыны жазайыншы, айт, бәрі жазып жатыр сей деп, мені сала салайыншы, мүмкін ғой да. Сосын барып ана жаққа шақырасың, Дана, сен айт деген кезде. Дана бастапқы сұрақтан сіз талқылайсыз, содан кейін там 20-шы сұрақтан бастап сіз айтасыз да, типа, неге мынау комплекс болып жатыр, мынау именно recommend you to потом болады, неге анау болмайды деген сияқты ше. Сосын барып, деп реально түсінесіз да, өзіңіз сөйлегеннен кейін ше, шақырғаннан кейін тақтаға. Да? Сосын сіз тақтаға шақырып, сол жаттығуларды жасатып едіңіз ғой басында, зачет ретінде, сол жақсы. Сол өтті бізге, в общем. Сол өтті. Бәрі өтіп жатыр дейсіз. Так, Дана, сізге сұрақ. Сіз ата-анаңызды қалай көндірдіңіз? Так, бірінші сіздің видеоларыңыз там көрсетіп, мынандай апай екен деп мамаға айттым, қатысайыншы деп, оқушыларыңыздың инстаграмыңызды көрдім, оқушылардың балын көрдім, сосын нәтиже бар екенін білдім да, оқушыларыңызда прогресс бар екенін. Сосын, білмеймін, ата-анамды көндірдім, әйтеуір. Бұл шынайы курс деп сендіре білдім деп ойлаймын. Молодец. Қарсы болмады, ата-анам қарсы болмады. Олар да көріп, мақұл, ағылшынды оқып ал, көтеріп ал деді. Сөйтіп кесті. Иә. Сөйтіп сіз курста қатыстыңыз, и қазір өкінбейсіз, надеюсь. Өкінбеймін. 100%. Иә. Не болса да бәрін жасаңыз. Молодец, өте жақсы, Дана. Просто кейбір оқушылар бар. Апай, кешіріңіз, там, мен ата-анамды көндіре алмаймын, там, қатысқым келеді, бірақ көндіре алмаймын, не істейтінімді білмеймін, там, бір адам сен, адам сен, в общем, солай жазады да. Соларға қандай кеңес беруші едіңіз? Ата-ананы көндіру үшін не істеу керек? Ата-ананы көндіру үшін сіздің арнайы сізбен сөйлестіріп па білмедім енді. Видеоларыңызды көрсетіп, сіздің шынайылығыңызды көрсете білсе, оқушылар сосын дұрыс нәрсеге, мысалы, өздерінің ақшаларын дұрыс нәрсеге салып жатқанын айтса, мысалы, көрсетіп, сендіре білсе. Дұрыс айтасыз. Сонда да осы кеңестерге істеңіздер, в общем, құлақ ассыздар. Басқа түлектермен сұхбатты көрсеңіздер болады, Дана екеуміздің сұхбатымызды көрсеңіз болады, немесе басқа любой, ну, в общем, басқа видеоларды, там, нәтижелер қаншама инстаграмда, солардың любойын көрсеңіз, мне кажется, кез келген ата-ана өзінің бала үшін, даму үшін барлығын беретін сияқты. Ну, то есть, сен дамы дейді ғой бәрімізге, әлі күнге шейін айтады ғой, сен дамы қызым, сен ақтамай ғой. Иә? Апа еще бір айтарым, сіздің мынандай видеоларыңыз білмеймін, шынайы көрінеді, прям шынайы екеніңіз білініп тұрады, шынайылығыңыз, өзіңіз айтып ғой, видеоларыңызда, иә, жауап бергенде де. Білмеймін, видеоларыңызды көрдім, мен сіздің шынайы екеніңізді көрдім, сосын сендім ғой, солай. Бұл шын болып шықты, иә. Доверияны сразу, доверие туғызасыз. Рахмет көп-көп, рахмет көп-көп, реально, Дана, сізге үлкен алғысым шексіз. Барлығын қалай болса, солай, ну, қалай бар, солай айтып жатсыз да. Кстати, тағы да айтып кеткім келеді, то, что бұл дайындалған, там, сценарий, ну, қазір просто ше, қазіргі заманда сенуге қаласың просто. Қаншама адамдар бар, алдап кетіп жатқан, қаншама онлайн курстар бар. Соған көреді да, сосын барып, ойлайды, барлығы сондай екен деп. Сондықтан да осындай заманда реально біреуге сену қиын. Негізінен вообще бұрында біз вообще, то есть бұрында дегенде вообще ойлаған нәрсе емес.
балаларға айттық, типа, ұнаймас сізге, реально прогресс көрсеткіңізге, бөліскіңіз келе ме басқалармен? Гоуте, давайте. Если не хотите, нет, не надо деген сияқты. То есть, то есть, арнайы барлық сөзін давай да нәрсе осылай айт, бірінші сосын барып осылай айтамыз деген нәрсе жоқ вообще. Менің өзім даже сөз дайындаған жоқпын, басында таныстыру, и все, дальше там курс қатысын ба, қатыспады, до, после, не надо, не намады, и так далее. То есть, сам вообще в целом курс туралы, и все. Бұнда ешнәрсе жоқ. Так, енді сізге сұрақ, вообще алдағы түлектерге өзіңізбен жасты, осыдан кейінгі қандай кеңес беруші едіңіз? Бір айтатын нәрсеңізді айтып қалыңыз, в общем. Апайдың курсында жазылыңыздар, өкінбейсіздер, грамматиканы 2 айда тез қабылдайсыздар, өздеріңіз де бірақ әрекет жасаңыздар, сол кезде эффективно болады. Сосын тағы айтарым, өздеріңізге сол айтқандай напарник тауып алыңыздар, сол кезде, чтобы жарысып оқитындай. Сол кезде прогресс болады. Сосын күніне дегенде ары кетсе 5 сөз, 10 сөз жаттаңыз да, ол да сіздерге польза болады. Көп жаттамасаңыздар да 5 сөздің өзі ол сіздерге андай көмек болады да. Грамматика мен сөз жаттауды қатар алып жүріңіздер деп айтамын, потому что грамматиканы біліп тұрып, там если сөздік қорың аз болса, по-любому нәтиже болмайды, потому что грамматика екеуін бірге алып жүру керек деп айтамын. Өте күшті кеңес, Дана. Молодец, үлкен рахмет. Тағы да қандай айтатын болсаңыз, айтып алыңыз. Если что, сізде барлық. Апайдың видеоларын көріп, көп практика жасау керек екен. Сол кезде одан сайын миыңда қалады, там білмеген жерлеріңді қысылмай сұрай беру керек. Главная практика и апайдың видеосы көмектеседі. В общем, айтасыз ғой, берілген материалдарды қарап алдыңдар да, сабаққа кіріңдер да, сұрақ болса айтыстаңдар. Ол кісі болса сұрақ болса сізге айтып тастайды. В общем, сол жақта практика жүргізесіздер, зумда дейсіз, в общем, дальше. Сосын ылғи да қайталап отыру керек, әйтпесе ол ұмытылады. Қайталап отыру керек, практика жасап отыру керек. Өте дұрыс айтасыз, молодец, Дана. Так, зум деппін ғой. Не қалай болады? Зачет қалай болады? Қалай ойлайсыз, Дана? Зачет, білмедім. Вроде нормально. Қайталап алдыңыз ба? Пайдасы тиді ма зачеттің? Қайталап алдым. Зачеттің алдында тақырыптарды қарадым. Сосын басқа оқушылардың зачетынан там сұрақтарды есіме түсіріп, формулаларды есіме түсіріп алдым. Өзім зачетті тапсырып, есіме түсіріп, грамматиканы бір қайталап алдым. Қысқа нұсқа, но при этом өте эффективно, вот, мне кажется. То есть 40 минуттың ішінде полный барлық нәрсені қайталап, даже соңында әңгіме айтып жүріп қалдық. Соңғы минуттарында. Да, так, үлкен рахмет, Дана. Тағы да айтқыңыз келетін болса, айтып алсаңыз болады. Барлық внимание, барлығы сізде. То есть, осы білсе екен оқушылар деп, осы нәрсені қателеспесе екен деп айтатыңыз болсаңыз, айтсаңыз болады. Тағы айтарым, сол практика, сосын оқу керек. Сосын нағыз ұбт-да отырған кезде, там әр нәрсеге көңілді бөліп, бірақ тез қимылдау керек та, бірақ до конца оқып, сол дұрыстап ойланып, қорытып барып жауап берген дұрыс. Әйтпесе элементарный қате кетуі мүмкін. Ол 1 балдың олы өзі бізге андай не да? ұбт-да, нағыз ұбт-да керек болады 1 балдың өзі. Дұрыс. 1 бал деген қатты рөл ойнайды. Кішкене даже 1 балдың кесірінен қаншама грантқа іліге алмай жатқан бар, қаншама онда айтып келу керек. Дұрыс айтасыз, Дана, өте күшті кеңес. Барлық назар ол ұбт-да болу керек деп айтамын. Басқа нәрселерге алаңдамау керек, спокойный, апай сияқты веселый болып отыру керек. Любой нәрсе болса да, десеңші. Жеңіл жолды іздеу керек та, жеңіл шешімін, там, веселый ойлап, мысалы, мен түсінбеймін деп отыра берсең, одан сайын сен ұмытып қаласың наоборот. Сіз секілді андай там, так, мына жауап мынандай деп белгілеп алып, сыз тастап сұрадым. Солай салыстырып, шешкен оңай болады, негізі көмектеседі. Сол метод. Өте жақсы, рахмет, Дана. Осылай бөліскеніңізге рахмет, үлкен. Надеюсь, барлығы, то есть, өздеріне сеніп, егер де реально осы курсқа қызығып жүрсе, қатысаңыздар болады, дымда уайымдамаңыздар, то есть, алдап кету деген нәрсе жоқ, барлығы шынайы. Так что өздеріңізге сеніңіздер, ата-анаңызға дұрыстап түсіндіріңіздер, просто может сіздер дұрыстап түсіндіре алмайсыздар, өкінішке орай, сөйтіп сіздерді курсқа жаздыра алмайды.
өзіңіз қызықсаңыз да соңында осылай қалып қойып аз балл жинап қалуыңыз мүмкін, иә, өзіңізбен өзіңіз кейбір кезде әркім өзінің контролировать ете алмайды ғой, алады да уақытсыз болса тиктокқа там инстаграмға кіріп кетуі мүмкін да, тупо қызық, ну, уақытын босқа өткізіп алады, сондықтан да уақытта тез босқа өткізбей, енді онсыз да и так аз ғана уақыт қалды, иә, күндер өтуде, каждый день, сол үшін күндеріңізді дұрыстап, уақытыңызды дұрыстап өткізіп, дұрыс курсқа жазылып, тезірек прогресс көрсетіңіздер, жүре бермеңіздер. Соны айтқым келеді. Реально, менің курсым, осы курсқа қатысқым келеді дейтін болсаңыздар, қорықпай, сұрақтарыңыз бар болса жазсаңыздар болады, бірақ өзіңізге главное желание, берілген тапсырманы орындау, курсқа жазылдым деп ұйықтап қалмау, там, ұйықтап қалмау дегенде қатыспай жүрсеңіздер, сізге қалай 35 аласыздар, иә, то есть жазылдым, болды, енді апай өз берсін, мен орныма енді тағы кіріп береді деген жоқ қой. Сол үшін барлығы менде ғана емес, мен барлық нәрсені барынша көрсетемін. Просто шамалы арасында емес, вообще берілген нәрсені орындау керек міндетті түрде. Иә, Дана, егер де Дана үй тапсырмасын орындамай ұйықтап сабақтың ортасында жетіп жүретін болса, ол бұл нәрсені жете алмайтын еді 100%. Так что ұйықтамаңыздар, қазірден уақытыңызды босқа кетірмей, Инстаграм, тиктокқа кірмей, тезірек оқыңыздар, көз алдыңызда грантыңыз күн өткен сайын ұша береді тупо. Ертең платныйға түсетін ақшаны платныйға жібергенше қазір лучше оқып, соны мида қалдырып, стипендия от души алып жүрсеңіздер вообще күшті болады. Вот. Да, Дана? Қандай мамандыққа түскіңіз келеді, Дана? Мұғалім, болмаса там аудармашы, ну, скорее всего, мұғалім шығар. Бұйырғаны болады енді, грант болса деп. Иә, түсінікті. Әрине, мұғалім болғыңыз келеді. Өте қуаныштымын. Негізінен қазір кезде мұғалімдердің бұрында желаниесі болмайтын еді, қазір мұғалім болғысы келеді. Өте қуаныштымын. Өзімнің қалай айтады, бір салада жүретін оқушыларым болса өте қуаныштымын. Прогресске жете берсе, главное, да. Молодец, Дана, сізге сәттілік. Қорықпаңыз, кстати, ентіға кіретін кезде көз алдыңызға елестетіңіз, мен дух беріп тұрамын мысленно. Сол 100% минимум дегенде 35 алатыныңызға сендімін. Только қорықпаңыз и жаймен тез асықпаңыз, енді былай алып сұрақтарды алып, все, мен қазір что-то былай сіз беріп тастамаңыз, окей? Жаймен деп сіз тыстап, бұрында айтқан нәрселерді біреуін сіз, екіншісін сызып, потом нау деп бір-бірінің астын қарап, жаймен деп қарайсыз, сол кезде внимательно мен қарап, қорықпасаңыз, точно 35 аласыз. Оған уайымдамаңыз, минимум дегенде. Окей, Дана? Сізден жақсы жаңалықтар күтетін боламын алдағы уақытта. 100% сенемін, барынша, если что, тым да қорықпаңыз. Білесіз мен сізге сенетінді, так что қорықпай, жақсы тапсырып шығыңыз. Сізге всегда сәттілік. Если что, хабарласып тұрыңыз, жазып тұрыңыз. Әлі күнге шейін білесіз, сол күйекпен сұхбат дегендегі оқушыларым, басқа да оқушылармен әлі күнге дейін, мысалы, почти бітіргеніне жарты жылдан асып кетті ғой. Әлі күнге шейін на связи, видите, да? Так что всегда на связи. Хабарласып тұрыңыз мұғаліміңізге. Грантқа түсіп кеткеніне апайдан кетпеңіз деп. Все де. Бәрі қойып. Жазып тұрамын, апай, рахмет. Сізге де рахмет, көп осылай сеніп, келіп, прогресс көрсете алғаныңызға. Так что молодец, сізге сәттілік всегда. Рахмет көп. Нет, апай. Сау болыңыз. Сау болыңыз, апай. See you.